ұстаз, кейбір адамдар қорқады, бірақ ертесіне ұмытып кетеді. Ал кейбір кісілер ұзақ уақыт қорқыныштан жеңе алмай жүреді. Ол неден болады? Себебі қара, қорқыныштың екі түрі бар бізде. Біреуі функционалды қорқыныш, екіншісі дисфункционалды қорқыныш. Функционалды қорқыныш дегеніміз бұл қорғаныс механизмі деп атайды. Психолог мамандар айтады бұны. Егер бұл қорқыныш болмаса, адам бірінші көрінген көліктің астына өзін тастай салады. Мысалға, мен баламмен тамақтанып отырған кезде балам шашалып қалды, тамақ жеп отырып шашалып қалды. Сол кезде менің қорқып, уайымдап кетуім бұл қалыпты. Себебі солай қорқу арқылы, уайымдау арқылы баламды мен апаттық жағдайдан аман сақтап қаламын. Егер балам сол кезде шашалып жатқан кезде мен немқұрайлы қарап отыра берсем, балам тұншығып, Алла сақтасын, бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Немесе басқа да бір мысалдар бар. Мысалы, бір жерде үй өртеніп жатыр, жарылыс болып жатыр, жер сілкініп жатыр. Егер адам сол кезде қорықпаса, ол өз-өзін құтқарып алып шыға алмайды. Бұл жерде қорқыныш функционалды, яғни қалыпты қорқыныш деп аталады. Ал енді дисфункционалды қорқыныш бұл адамның өз-өзінен қорқып кетуі. Аяқ асты, мысалы, отбасының жанында тұр, ешқандай қауіп қатер жоқ, ешқандай опасность жоқ. Шай ішіп отыр. Бір кезде өзінен өзі іші алай, дүлей, бейне бір өліп бара жатқан сияқты, жаны шығып бара жатқан сияқты, денесінде әртүрлі симптомдар болып, жүрегі тарсылдап соғып, давлениесі көтеріліп, есінен айырылып бара жатқан сияқты, жынды болып қала жаздап, осындай қорқыныштар болады. Бұл біздің жүйке жүйеміздің жұқаруынан, яғни адамда ВНС дейтін нәрсе бар, вегетативный нервный система, қазақшасы ВЖЖ, вегетативті жүйке жүйесінің дисфункциясынан, бұзылуынан болып жатыр. Бұның емі бар. Бұл состояниеден сіз шығасыз. Дисфункционалды қорқынышты бізде паникалық шабуыл деп атайды психотерапевттер. Достар, егер осындай проблемалар болса, сіз осы состояниеден шыққыңыз келсе, ендеше менің парақшама жазып қойды ұмытпаңыз. Мен сізге осы проблемадан шығуға арналған видеолар салып отыратын боламын. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіңіз және комментарийға жаза кетіңіз. Сізде қорқыныштың қай түрі болып жатыр? Аман болыңыз.